Зейнолла ағаның кешегі асқа сыйы үлкен сахнада оқылмаса да біз осы YouTube каналымызға жаңа өзінің дауысымен жазып алғанбыз. Енді Зәке автор ретінде оқи бересіз ғой. Дегенмен осы Маңғыстауға келген сапарыңызда осы сіздің толғауыңызды, жүрек жарды жырыңызды біз осы Маңғыстаудың иісін шығарып бір қара домбыраға салып айтсақ қалай болады? Рұқсат бересіз бе? Енді Мұратбек оң солың бірдей азаматсың ғой енді. Мынау жырды жаттап әлі үлгерген жоқ, жаңа ғана танысып, осы бір-екі қарап оқып шығып отыр енді. Дегенмен енді мынау мақам сазға түсе алмай қалып жатса, болмаса бір жақсы шықпай жатса, көрермендерден кешірім сұрап алайық. Мынау ағамыздың алдында отырып осы толғауды бір орындап берсең қалай болады? Шамамыздың келгенше енді артық кем жері осы айып етпесіздер. Аға қош келіп жатсыз. Жақсы күндер орнағайсың, игілік атаулыны жолға жайсың. Ай, алғы күнге ұмтылған ұрпағыңды қарағашты әулие қолдағайсың. Ай, туысқа кең құшағын жайған адам сендердей жақын бауыр қайдамаған. Ал Райымберді баласы Текей ата бас қосты бұтақ тарау айналадан. Ал шығамын қиналмастан қиыннан да көңілге мол қуаныш құйылғанда. Ал аспанның асты кегіп жүре берді ау Текейдің бес баласы ау жиылғанда. Ай, өткеннен үлгі алға өсер елміз, қиындық бастан кештік нешелер біз. Даламның қорғанындай биік тұрған, ай, бес Текей құтты болсын кесенеміз, қарадым биік шыңға, даладағы шырағы туған мекен жанадәлі. Ал Әтембек Байшағыр мен Жақау және Мамыртай әнет баба балалары. Ал ұрпағы бабалардың мақтанымыз, бәріңде ел сенімін ақтадыңыз. Ал кешегі бүгінгіге өлшем болмас, алда да керек қарақ жатпауымыз. Ал көрген жоқ Текей ұлы жаудан бұғы, бір-біріне көп сөз айтпай іштен ұғып. Бабаның ұрпақтары ел қорғады және де бейбіт күнде алға шығып. Ал өйткені үлгі болғай Текей бабам, бойынан ізгілік тау ізді табам. Бейді батыр дөзі мырза және ұқсасаң кірлемейді алтын жағаң. Ал дәл мұндай қашқан еді жиылғаның бойымда, ыстыққан бұл құйылдағын қолдайды Текей бабам деп білемін. Ай, көріп кел әулие атам сыйынғаным, басына шықтым бүгін жыр тағының, сөзімді түсінгеннің сұлтанымын. Түп жағау алтауанет тарай тұғын, мен дағы мая бидің ұрпағымын. Бауырлар бірін бірі сағынады, бірігіп іштей ортақ жан ұраны. Туыстары тірліктерің оңды болсын, қолдасын Текей атам әруағы. Тірлікте көп қуанып, көп күліңіз, жақсыға назым жетіп өттініміз. Бабама Ақтөбеден келіп тұрған, Зейнолла Құтжанұлы деп біліңіз. Ой, бәрекелді. Ой, рахмет. Енді шатассаң да авторының алдында отырып шатасып отырсың ғой. Не қылар дейсің. Рахмет. Зейноллаға қалай? Салайын ба? Соны бір ауыз пікіріңізді білдіріп жіберіңіз. Осылай айтып жүруге бола ма ауылда әлде? Осылай айтып жүруге болады. Мен былай айтқанда толықта отырмын. Бір жағынан мынау Текей атаның басына жиналған қауымға, әлеуметке, ағайын бауырларға арнап жүрек жарды бір 4 жұмағым еді ғой өзімше. Аса бір ақында емеспін, бірақ енді жүректен шыққан осыны жырға айналдырып
мынау Бердіханым, мынау Мұратбек ініме Алла разы болсын, рахметімді айтам. Аумин. Енді толғып отырмын шынына келгенде осындай әуен сазға салғандарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Аумин, аға, сізге де жолыңыз болсын. Енді